Selam dostlar, sizlerle birge Aybar және де Аңсар. Dostlar, sizlerге бір нәрсе айтқым келеді. Аңсар менің негізі туысқан ағам, ал мен өзім оның туысқан інісімін. Сондықтан қазір ол Аңсар өзінің үйінде, ал мен өзімнің үйімдемін. Мен сіздерге бүгін керемет механизм жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бірінші жерді қазып аламыз. Мен осылай алтауын қазамыз. Үшеу. Жоқ. Міне осылай қазып аламыз. Міне осылай қазып аламыз. Содан кейін мына шеттен былайынан жасаймыз. Содан кейін міне мұнда қоясыздар. Содан кейін мұнда қоясыздар. Және де мұнда қоясыздар. Содан кейін бізге мынау осымен бойынан қоясыздар. Екінші жаққа да қоясыздар. Шөзір қоясыздар. Содан кейін мына жерге қазамыз. Мына жерге былай. Мына жерге былай. Екеуін қоясыздар. Содан кейін мына жерді қазып аласыздар. Достар, осылай 4 жерді қазып аламыз. Содан кейін былай қойып шығамыз. Қойып шығамыз. Содан кейін бізге кирпич керек. Шығамыз. Редстоунды қоямыз. Қойып шығасыздар. Достар, содан кейін бізге осылай қойып шығамыз. Содан кейін бізге редстоун керек. Редстоунды біз былай үшеуін қойып шығамыз. Содан кейін мына жағынан үшеуін қойып шығамыз. Осылай қоямыз. Содан кейін кирпичті аламыз. Мына жерге қойып шығамыз.
осылай қоямыз. Содан кейін арғы бетіне қоямыз. Осылай кирпичті қоямыз. Содан кейін астына да кирпич қоямыз. Міне осылай қоямыз. Кейін арғы бетіне қоямыз. Міне осылай. Содан кейін бізге обязательно раздатчик керек. Раздатчикті былай қойсаңыз. Раздатчикті былай қойып шығамыз. Былай қойып шығамыз. Раздатчиктерді осылай қойып шығамыз. Достар, қараңдар, бұл механизм. Достар, содан кейін екі шелек керек. Екі шелек керек. Шелекті мына раздатчикке бір шелекті қоямыз. Осылай. Бір шелекті мұнда қоямыз. Ал екіншісін мына жақта қоямыз. Осылай қойып шығамыз. Достар, содан кейін бізге плита керек. Біз плитаны мұнда қоямыз. Мұнда былай. Екіншісін қоямыз. Мұнда осылай үш sıra. Осылай қоямыз. Екінші жағына да дәл сондай қоямыз. Екінші жағына да осылаймен үшеуін қойып аламыздар. Содан кейін редстоолды мұнда қоямыз. Мұнда қойып шығасыздар. Және де екінші жағына да қоямыз. Осылай қоямыз. Достар, қазір ең важный сәт болайын деп тұр. Бізге ең важный сәт болады. Қазір лава құясыздар. Кейін бізге мұны керек. Мұны қоясыздар. Міне осындай механизм ойлап тапқан болатынбыз. Егер де ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болғанмен Айбар және де Аңсар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.